Ұнағанда мен 4 балам бар деп қоямын енді. Рас қой енді. Сол ата-ана мен разборка өте көп болды былтырғы оқу жылында. Келем мектепке. Енді опыт жоқ, директор бірінші рет болып тұрмын. Ата-аналар жан-жақтан жеп жатыр. 30 август күні приказым шықты. 4 сентябрь күні дүк созон деді. Сіздің пәленше деген пәленше ата-анаңыз жалоб жазды. Кімге? Мектепке в целом 3 бет дейді. Ойбай жіберіңіз, 3 бет емес. Мен келгенмін кеше. Сол бұрын директорға звондаймын, апай, осындай бар ма еді? Мынау сондай деп жатыр ғой. Ойбай, мен саған айтайын деді. Сен енді қорқпа деп қояды. Ана уже күрсінген, ана уже ойлап қалғансың ғой, не болады деп. Енді бұл ата-анамен біз біраз жерге бардық деді. Сен енді мықтысың ғой, бірақ көр деп қояды. Бұл ата-ана мені не істеді демеді деді ғой. Ойлап қойдым, мен қайда келдім? 4 сентябрь ғой енді, кетіп қалай десең бір қолынан келмеген сияқты. Бірақ ана хатты оқысаң, 8 жыл сол мектепте оқыған екен да, баласы ішіп сақ ар жазатын әдеті бар екен енді. Сосын ол ата-анамен сөйлестім, шақырып алыңыз. Сіздер ойлап қалмаңыздар, күшті ата-ана жеңген екен деп. Ол кісі просто үй жағында жайлы мектеп салынып кетіп қалды. Жоқ, сіздер ойлап қалмаңыздар, күшті нәрсе айтайын деп жатыр деп ше. Мен оны жеңе алмадым, ол жеңе алмайсың. Өмірге реніші бар екенін түсіндім да. Мен психологпын ғой негізі. Жоқ, психолог мамандығым психолог, күлмеңіздер. Просто директор кім екенімді ұмытып қалғаным болмаса. Ең қызығы келмейді мектепке, үйінде отырып жазады. Сосын бір күн шақырдым ата-ана. Мен жаңа қазақтың шайы керемет деп үнемі айтамын. Мен осы көп өзгеріске ұшыраған. Мен шайдың құдіреті деген не бар да, мен қатты сыйлаймын да шайды. Қазір мен бұл кісіні басқаша қабылдап көремін. Енді бір ғана метод деп ойладым енді. Осыған көнсе көнді, бұдан кейін басқа шанс жоқ дедім. Сосын келді, шай бердім. Басқа адам, телефондағы адам басқа. Сосын сіз солсыз ба деп қойым енді қайта-қайта. Сіз пәленшесіз ба деп. Иә, мен ғой деп қойды. Мектеп өзгеріп кетті деп қойды. Көрмегенде ғой мектепті біраздан бері. Тек үйінде отырып алып жаза береді. Я, енді шама кезде тырысып жатырмыз ғой, бәрі бала үшін ғой деп қоясың ғой енді жа. Сосын, жақсы, мен сіз маған ұнап жатсыз деп қояды бір кезде. Сосын ойбай, ұнағанда мен 4 балам бар деп қоямын енді. Рас қой енді. Сосын, дейді, я, менде бала шағам бар ғой дейді. Білем ғой деймін ғой енді, бізде оқиды ғой деймін да. Содан әңгіме кетіп жатыр. Ойбай енді, жаңа екеумізден басқа жақсы адам қалған жоқ ана жерде.